Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сабақтың тақырыбы Алтын Емел ұлттық саябағында. Национальном парке Алтын Емел. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау, тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттау. Сегодня вы на уроке познакомитесь, прослушайте текст про парк Алтын Емел, ответите на вопросы и, используя опорные слова, характеризуйте иллюстрации. Жаңа сөздер: ұлттық қорық, национальный заповедник, үңгір, пещера, жер көлемі, площадь земли, мекендеу, обитать, қорықшы, егер. Жаңа сөздерді сөздікке көшіріп алыңдар. Жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға тырысыңдар. Ребята, новые слова запишите в словарь. С новыми словами попытайтесь составить словосочетания и предложения, связанные с темой урока. Мәтінмен жұмыс, работа с текстом. Прослушайте текст. Алтын Емел 1996 жылы Алматы облысының Кербұлақ ауданында ашылған ұлттық саябақ. Алтын Емел – это национальный парк, который открылся в 1996 году в Алматинской области в районе Кербұлақ. Ол Іле өзенінің солтүстігінде орналасқан. Парк расположен в северной части реки Или. Жер көлемі 460 000 гектар. Площадь земли 460 тысяч гектар. Оның құрамына үлкен қалқан және кіші қалқан тауларының қасында орналасқан табиғи ескерткіштің бірі Әнші құм кіреді. В состав парка входит природный памятник Әнші құм, поющий песок, который расположен между горами Үлкен қалқан, Большой қалқан и Малый қалқан. Мұнда Әнші құм табиғатта өте аз кездеседі. Такие поющие пески в природе очень редко встречаются. Алтын Емел саябағы археологиялық ескерткіштерге бай. Парк Алтын Емел богат археологическими памятниками. Онда түрлі көне суреттер салынған тастар мен үлкен-үлкен үңгірлер көп. Там много камней, которые разрисованы разными историческими рисунками и большими пещерами. Алтын Емел ұлттық табиғи саябағында 1800-ге жуық өсімдіктің түрі, 56-ға жуық жануардың түрі, балықтар, құстар бар. В национальном парке Алтын Емел есть около 1800 видов растений, 56 видов животных, рыб и птиц. Олардың көбі Қазақстанның қызыл кітабына кірген. Многие из них вошли в Красную книгу Казахстана. Айналада биік ағаштар, өзен-көлдерде мол. Вокруг много высоких деревьев, озер, рек. Оларға жан-жақтан келген туристер қызыға қарайды. На них с интересом смотрят туристы, которые приехали отовсюду. Саябақта 17 қорықшы бекеті мен 3 туристік бағыт жұмыс істейді. В парке работают 17 пунктов егерей и 3 туристических направления.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: Алтын Емел ұлттық саябағы қашан құрылған? Алтын Емел ұлттық саябағы 1996 жылы құрылған. В каком году был создан парк Алтын Емел? Парк был создан в 1996 году. Саябақ қай жерде орналасқан? Саябақ Алматы облысының Кербұлақ ауданында орналасқан. Где расположен парк? Парк расположен в Алматинской области в районе Кербұлақ. Саябақтың көлемі қанша жерді алып жатыр? Саябақтың көлемі 460 000 гектар жерді алып жатыр. Сколько площади земли занимает парк? Парк занимает 460 000 гектар земли. Оның құрамында қандай таулар кіреді? Оның құрамына үлкен және кіші қалқан таулары кіреді. В состав парков какие горы входят, относятся? В состав входят Большой и Малый Қалқан. Горы Большой, Малый Қалқан. Саябақ неге бай? Саябақ археологиялық ескерткіштерге бай. Парк чем богат? Парк богат историческими, археологическими памятниками. Саябақта өсімдіктердің қанша түрі өседі? Саябақта өсімдіктердің 1800-ге жуық түрі өседі. В парке растут около 1800 видов растений. Қазақстанның қызыл кітабына нелер кірген? Қазақстанның қызыл кітабына өсімдіктер, жануарлар, балықтар, құстар кірген. В Красную книгу занесены растения, птицы, рыбы и животные. Қазір саябақта неше қорықшы бекеті мен туристік бағыт жұмыс істейді? Сейчас сколько направлений, туристических направлений и пунктов егерей работает в парке? Қазір саябақта 17 қорықшы бекеті және 3 туристік бағыты жұмыс істейді. Сейчас в парке работает 17 пунктов егерей и 3 туристических направления. Иллюстрацияларды сипаттау. Оқушылар суреттерді қарап, осы суреттерді және тірек сөздерді дұрыс қолданып, суреттер бойынша мәтін құрастырыңдар. Нужно, ребята, описать иллюстрации, которые вы видите на экране, используя опорные слова. Опорные слова: саябақ, саябақ, парк, туристтер, туристы, ескерткіштер, памятники, қызықты әңгімелер, интересные рассказы. Алтын Емел Қазақстандағы ең үлкен табиғи саябақ. Алтын Емел – это самый большой природный парк в Казахстане. Мұнда туристер жиі келеді. Сюда часто приезжают туристы. Саябақта өте көп тарихи ескерткіштер орналасқандықтан қорықтың таңбаларында салынған түрлі суреттерді көруге болады. Так как в парке много исторических памятников, поэтому можно увидеть разные картинки с знаками. Мен Алтын Емел ұлттық саябағы туралы қызықты әңгімелер оқығанмын. Я читал много разные интересные рассказы о национальном парке. Ал енді оқушылар, сабақты қорытындылайық. Алтын Емел саябағы туралы не білдіңдер бүгін сабақта? Что вы узнали сегодня на уроке о парке Алтын Емел? Парк был создан в 1996 году, да? А парк, саябақ 1996 жылы құрылған.
Алтын Емел ұлттық саябағы Алматы облысында орналасқан, расположен в Алматинской области. Көптеген өсімдіктер, жануарлар, құстар түрлері кездеседі Алтын Емел ұлттық саябағында. В парке Алтын Емел встречаются разные растения, птицы, животные. Алтын Емел ұлттық саябағындағы құстар, жануарлар, өсімдіктер Қазақстанның қызыл кітабына енген. Птицы, животные, растения, которые находятся в национальном парке Алтын Емел, многие из них занесены в Красную книгу Казахстана. Алтын Емел ұлттық саябағында әнші құм ескерткіші бар. В национальном парке Алтын Емел есть памятник әнші құм, поющий песок. Ал енді оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. На этом наш урок закончился. До свидания, ребята.